Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, жеңіл көктемдік салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге қияр керек болады. Қиярды дөңгелектеп турап аламыз. Редиска керек болады. Редисканы да тура солай дөңгелектеп турап аламыз. Турап алған редиска мен қиярымызды бір ыдысқа салып, тұз салып қоямыз, кішкене ғана 2 шай қасықтай. Араластырып жарты сағатқа қоямыз. Пияз турап аламыз. Осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, пиязымызды жұмсарғанша қуырып аламыз. Қалаған дәмдеуішіңізді саламыз. Тұз, бұрыш, паприка салсаңыздар болады. Кішкене жұмсарғанша қуырып аламыз. Көк пияз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Кинза. Чеснок қосамыз. Майдалап турап шығамыз. Қалаған көкшектеріңізді қоса берсеңіздер болады. Укроп немесе ақ желкенді. Бірақ кинзамен дәмдірек болады. Міне қараңыздар, суы шықты. Жаңа тұз салып қойып едік қой, кішкене ғана. Суын төгіп тастап, көк пияздарымызды барлығын араластырамыз. Міне табадағы пиязымыз, соя тұздығын жақсылап араластырамыз. Қолмен ақырындап осылай араластырсаңыздар болады. Өте қатты мұжбаймыз. Жасалуы осылай өте оңай. Пайдалы салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира.